Бұл видеоны, значит, көріп атқан болсаңдар, видеоны жасалу причинасы бір. Ол маған ақша керек. Ал енді сол өзімізге керек ақшаны тауып тастайтын трейдингтен боламыз, табатын боламыз. Қалай ақша табамыз, қазір сендерге көрсететін боламын. Бізде 1 минуттық уақытта тұр таймфрейм. Так, сумма $500 тұра берсін. И бізде $10,000 шотымызда, депозитімізде ақша бар. Енді осымен ақша жасайтын боламыз. Бірінші кезекте бір сделка жеңіл-желпі ашып жібергім келіп жатыр. Бізде шартовый ББТ, цель төменгі жақтағылау, подтверждение бар. И менің ойымша баға төменге қарай түсу керек деп мен өзім сделкамды аштым. Себеп бізде мына жақта денемен баға өтіп төменге қарай кеткісі келгенін көрсетіп тұр. Даже если төменге қарай кете алмасақ та, үлгермесек те, осы жасыл свечамыз жабылғаннан кейін шешімімізді қабылдап, ары қарай уже келесі қадамымызды жасайтын боламыз. Выбор всегда есть. Даже если қателік болса да, ол қателікті түзеу үшін бізде мүмкіндік вполне себе бар да. И бізде, получается, төменге қарай кеткен жоқ, цельді орындамады. И цена просто решила пойти вверх. Күтеміз. Получается, я бұл жерде определенно 2 сделка жоғарыда басып жібере салайын. Негізі басқа параға ауысайын деп жатыр едім, бірақ бір нәрсені көзім көріп қалды. Бірінші кезекте біз консолидацияның ішінде тұрмыз. Мына 2 диапазонның. Оның ішінде бізде қандай цветтегі свеча шықты? Получается, енді біз қай жақты көздеуіміз керек? Вот. Одан бөлек бізде жоғары жақта мынау ликвидность бар ғой. Осы ликвидностьті баға әдейі жинап атқанын көріп, сол ликвидностьті шешіп қалады ау деген бір түйіндемеге келдім. И получается, я правильно угадал, да? И баға сол ликвидностьті шешіп кетті. В любом случае бізде баға өзі жоғары қарай кеткісі келіп тұрғанын көрсете алды, мына жақтағы свечаны пайда болғызу арқылы. А так, егер де ары қарай төменге қарай кеткісі келетін болса, мынау астыңғы жақтағы, то есть подтверждениеден кейін төменге қарай кете беруі мүмкін еді. Кете беру керек еді. И получается, біз қазір $500 минусымызды қайтарамыз. И оның үстіне тағы да ақша табатын боламыз. Получается, біз 10,000-мен бастадық. 10,000 деген әдемі сомамен. И бізде қазір $10,100. То есть $100 таза пайда таптық. Өте аз. Димас Катапас 62 55 94. Так, получается, бізде сделка жабылған уақытта $60 дейін түсіп кеткен екен. $100 енді ол да ақша. 50,000 теңге примерно. Хорошо. Обидно? Но бірақ мен қалай мән бермегенім енді өзім білмеймін. Бірақ егер де мен уже 92-ден 60-ға түсіп кеткенін көргенде енді басқа пара іздеп бастайтын едім да. Да ладно. Главное, мен сендерге көрсете алдым. Қалай дагон сделканы дұрыс ашқанымды, в целом, қалай минус болған кезде қандай әрекет жасау керектігін көрсете алдым. Получается. И сендер оны көріп тұрсыңдар, да? Это важно. Это главное, да? Так, NSD USD валютная парасы. Так, бұл жерде ни хрена непонятно. Біздің қазіргі мақсатымыз просто мен енді ақша тауып жатқандағы мақсатым жалпы. Ақша тауып жатқандағы емес. Маған ақша табу көмектесетін основной нәрсе ол просто рынокпен бірге қозғалу. Рынокқа қарама қарсы қозғалыста жүрмеу. Рынок қай жерге барады, сонымен бірге жүріп отыру. И получается, сол берген рыноктың данныйларына қарап, ол біздің жағдайда свеча, да? Сол свечаға қарап просто ақша таба бересіңдер, болды, қиын емес. Егер де бағаны қайда кететінін білуге тырыссаң, сен тырысасың. И сенің қолыңнан ол келеді, да? И сен табасың бағаны қайда кететінін. По факту, да, ол. По факту, три факту. Вот так что, вот и все. Рынок өзі көрсетіп тұрады саған қайда барғысы келіп тұратынын. И соны пайдалан да ақша тап, и все болды. Свечаға қара, қалай жабылғанына қара. И сол данныйды ал да, анализ жасап, шешім қабылдап, в реальном времени гибко не қыл. И все. Қазір бізде мысалға төменге кеткісі келіп тұрғанын көрдіңіз, бірақ енді мен жоғары кеткенін күтемін бағаның, чтобы төмен сделка удобно ашу үшін. Все-таки бара алмады. Бірақ в целом алдыңғы $500 біз минусын қайтардық, одан кейін үстіне $100 бізде табыс келіп жабылған екен да, ана жерде ше. И в целом минусты жауып берсе, оның өзі де негізі мәртебе ғой біз үшін да. Вот именно сол үшін мен дагон сделкамды аштым. MAD USD OTC валютная парасы.
Kütüyük. Kütkün gelmedi. Birden akşı takım geledi. Erkin. It. It. Сол убакыттын туалетте отуруп TikTok көрүп куртасың. Тамак жеп отуруп TikTok көрүп куртасың. Телефонунун убакыттын 90% телефон кетирип атсың баары бир ше. Абага жиберип атсың. Сол болсо өзүңнүн табысың үчүн, акча табуу үчүн бир минутуңду куртусаган западлуу что ли? Ондай әңгіме керек емес. До конца күт, сабырлы бол. Сабырлы болсаң гана Аллах Тағала саған сыяпат кылат. Сол нерсени түшүнүү керек. Так, кара, бизде в целом консолидациянын ишинде лонговый подтверждение бар. Цель ошол жактагы хай болду. Бага сол жерге карай кетип калды. Мен төмөнгө кетип турган кезде сделкамды өзүм ачып жибердим. И получается қазір ошол жерден энди бизде $460 таза пайда табатын боламыз 27 секундтан кийин. И просто осы кызыл диапазондун ичинде жасыл чече чыккандын өзү мен үчүн бага жогору кеткиси келип турат деген сигнал болгондон кийин сол нерсени энди колданууга бел бууп колданып тастадым. Енді көреміз енді дальше не болатынын. 1 минутта сука өтпей кетті ғой. Әбден қысқа уақытқа уже үйреніп қалғаннан кейін сәл қиындау екен да. Ну, ничего страшного, зато сендерді сабырлық пен даналыққа үйретіп жатырмын да. И все. Уже бізде $10,560 бар шотымызда. $560. 250 мың теңгеде примерно. Представляешь? Қазір тағы да 1-2 сделка ашып, сонымен уже бүгіндікке осы тапқан ақшамды шығарып алайық. Маған ақша керек. Ақша керек болмаса мен осы видеоға шықпайтын едім да. Трейдинг істемейтін едім деген секілді ше. Вот. Сен сұрайтын шығарсың, қайда кетіп жатыр шығарған ақшам? Шаруаң болмасын, шатағың болмасын. Егер маған ақша керек болса, мен ақша табам, рынокқа кіріп. И сол тапқан ақшам мен тапқан ақшам болады. Ал кетіп қалған ақшалар жұмыс істеп жатқан, ол ақшаларды құл қылып тастаған мен, короче. Мен үшін баға теріп жатыр олар азынан кешке. Так что ақшаны жұмыс еткізсең, өзі келіп тұрады. NSD USD бізде 3 секундта қалды. Ликвидность шештік, подтверждение болып жабылдық. Төмен сделка ашсақ болатын еді, но айда ладно. Давайте бір сделка очерден ашып бере салайын. Біздің целіміз төменгі жақта ошол жерде. Негізі мына жақтан ашқан дұрыс еді, или ошол жердегі диапазондарда ше. Әдемі точкадан ашылған болатын еді. Айда ладно. 50 секундтай қалды. 1 минутқа төмендеп аштық. Енді осы сделкамыз плюске жабылатын болса, керемет болушы еді. $460 бізде таза пайда. Осы бір минуттың ішінде қазір трейдингтен табатын боламыз. Біз көріп тұрғандарында направление верно угадали, да? Вот тура осылай верно угадывать етіп, верно сделка ашып, рынокпен бірге қозғалуға тырысып, да? Ақша жоғалтуға да болады, ақша табуға да болады, короче. Вопрос в том, что сен табасың ба, әлде жоғалтасың ба? Сол маңызды ғой. Бізде агрессивный төменге қарай кетіп разворот болды. Менің жүрегімнің түбінде сүйіп отырған уверенность шық еткізді, короче. 3, 2, 1. Все, минус. Әдем. Получается, резко жоғары өсіп кеттік. Ну, была причина, конечно же. Астың жақта бір явно ликвидность шешілген сияқты ғой. 2 сделка $500 ашып бере саламын, дагон сделка. Так, бізде подтверждение бар, цель мына хай, бірақ бұған вряд ли келеді ау, потому что ликвидностьпен жұмыс жасап тұр ғой бізде. Но ликвидностьпен көрейік. Просто мынау фитиліне қарасам, ішілей ұзынша. Сол нәрсе, короче, кәдімде адамды ойландырады. Астың жақтағы келіп ликвидностьті шешті. 34 секундтай қалды. Келесі сәл бізде жоғары жақтағы хай негізі. Көреміз. 20 секундтай қалды. На всякий случай догон сделка ашып берсем де болады. $400 сделка $500 аша салдым. Догон сделка. Бізде ББТ лонговый. Мына қызыл свечамыз, жасыл свечаның лоуын шешіп тұр в целом. И біздің целіміз мына хай. Ну, енді ол жерде кішкене сәл қиналып қалдық. Догон сделка минус болған сделкадан кейін шыққан жоқ. И вот поэтому кішкене усиленный догон ашуға мәжбүр болдық. И идеально бір точкадан бірінен
катардан ашып жибердик. Сделкаларды пысырлатып 2000 долларга. И посмотрим. БВТ лонговый тоже. Бірақ почему-то лонг кетпей төменге қарай кетіп жатыр. Возможно, астыңғы зоналар тест болып жатыр. Реакция. Блин, хорошо. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получается 2000-ға қояйық. 2000, 3000, 3500 екен ғой. 3500 бізде пока минуста екен. 500 доллармен енді көрдік ашып. Хорошо. Просадка кішкене кіріп кетті. Енді рынок енді бірден берсе рынок болмай кететін еді ғой. Ситуация іздейік. Закрепление болып жабылады. И цельді орындап тастады. Бір минуттық уақытта енді бұндай сәл кішкене көп кіре бермеген екен. Кәдімгі әдем сезілді екен де. Рисковать етуші. Бір минуттағы рисковать етудің дәмін өз қалдық қой. В основном қысқа уақытта істей бергеннен кейінше. Ситуация күту керек қазір бізде. Бүкіл неде параларда әлі уақыт бар. 20 секундтай свечалардың жабылуына. Сондықтан да пока ешкім қарап жатырмын, қайсысы бізге дұрыс болады. На будущее сделка ашатын болсақ деп ше. Осы үшін мен көп қараймын да, аусам осы үшін. Өзіме керекті ситуацияны іздеу үшін аусам, короче. Надеюсь, звук шығып жатыр. Аха, уақыт зая кетпепті, значит. Так. Шартовый БВТ. Жоғары қарай кеттік. Мыжылып қалды бұл да андай ше. Сорлы болып. Разрывпен ашылып ше. Қайым жеп. Точка бермей кіретін. Жоқ, так күтеміз. Амал жоқ. Сабыр. Сабыр. Bir, екі, үшеу ашам. Сәл бізде мына жақтағы лоу болды. Ол жақтағы лоуға қарай бара алмады деп айтпай ақ қояйын. Соңғы 3 секундта бізде баруға тырысты, бірақ сонда бара алмады. Свеча красный, значит бізде 300 сделка максимально ашылады екенбіз. Төменде сделка ашам, потому что бізде жасыл свечаның ішінде қызыл свеча шығып, біздің мақсатымыз, целіміз осы жерге дейін, осы жақтағы лоуға дейін ауысты. И в целом енді баға в любом случае сол жақтағы астыңғы жақтағы зонаға қарай охотно баруға тырысу керек. Конечно же, бірінші үстіңгі жағын шешіп тастауға мүмкін, и ол әрине шешіп тастады. Енді біздің келесі целіміз астыңғы жақ. Вот, астыңғы жақтағы зона біздің охотиться ететін жеріміз. И енді күтетін боламыз. Үстіңгі жақта ештеңке қалмады. Давайте сендерге удобно болу үшін былай түсірейін. И все. Получается, заработали больше, чем хотели. Мен 11 мың, то есть 10 мыңнан 11 мыңға дейін жетем ба деп ойлағанмын, короче. И получается 12 мыңға дейін жеттім, даже 12,5 мыңға дейін жеттім. В целом 2,5 мың долларды таза пайда қазір шығаратын боламыз. Трейдингтен тапқан. 2,5 мың долларымыз біздің қанша болады екен, давайте көрейік теңгемен. 2500 доллар. Ол в целом маған понятно, бірақ сендер үшін енді қызық болуы мүмкін, который
теңгемен бұл бізде в целом 1 171 000 теңге таза пайда екенін давайте шығарайық. Бұл средств кеше бізде ақша тоже шығарғанбыз, білетін болсаңдар. Так, 2000, то есть 2,5 мың доллар шығарғанбыз. Бүгін тоже сол жобада шығарамыз тоже. Кеше 2535 шығардық, бүгін 2580 шығарамыз. Көрдіңдер ғой? Ну, сол жобада плюс-минус, короче. Так, 2580. Башаңа осындай табыс жұғысты болу үшін ауыздарың ашылып қарап отыра бермей, оқуға, үйренуге, зерттеуге ынталаныңдар, әрекет жасаңдар. Сол кезде барлығы сендерде иншалла болады. Осы именно қолданып жатқан стратегиялардың барлығы біздің командамыздың ішінде бар, ортамыздың ішінде бар. Одан бөлек неше түрлі басқа да стратегиялар, өзім оқыған обучениелер, солардың барлығын доступ алу үшін біздің телеграмға өтіп, сол жерде видеоны қарасаң болады, закрепленный сообщениедегі. Так, 10 000 доллар біздің счетымызда қалды в целом. 2,5 мың долларды шығардық. Бүгінге все. Баршаларыңа көргендерің үшін рахмет. Видеоға лайкты міндетті түрде басуды ұмытпаңдар. Әлі де хабардамыз. Сендермен бірге боламын, Фосмани Форекс.